Қысымға арналған қызықты есеп шығаратын боламыз. Массасы 48 килограмм бала тірекке қысым жасайды. Мысалы, бізде М тең 48 килограмм бала бар деп алайық. Осы баланың табанының ауданы, яғни екі аяғының да табанының ауданы S 320 сантиметр квадрат. Осы баланың жерге түсіретін қысымын табайық. Ал қысымның формуласы P тең F бөлінген S. F дегеніміз мынау балаға әсер ететін аулық күші. Аулық күшінің формуласы mg. Яғни осы аулық күшін біз жоғарыдағы формуладағы F-тің орнына қояйық. P тең mg бөлінген S. Масса бізде 48 көбейтілген g 10-ға тең. Сантиметр квадратты біз метр квадратқа айналдырайық. 320, оның минус 4 дәрежесі метр квадрат болады. 320, оның минус 4 дәрежесін 480, 320. Бір жарым шығады. Ал оның минус 4 дәрежесі жоғары қарай оның плюс 4 дәрежесі болып шығады. Онда 15 килопаскаль болады.